Қайырлы күн, құрметті қыз-келіншектер, сіздермен бірге Гүлбану қасиетті Рамазан айының 5-ші күніне арналған ас мәзірінде осындай қайнатпас сорпа және де ыстық, сондай жұмсақ лепешка нандары болады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Егер де маған тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп қойды да ұмытпаңыздар. Ол үшін ең алдымен қазанымызға еттеріміздің барлығын салып аламыз. Сүйектері және де еттерін араластырып салдым. Одан соң үстіне салқын суымызды құйып, қайнап шыққанын күтетін боламыз. Ендігі кезекте қазанымызды газымыздың үстіне орналастырып, бетін жауып, қайнап шыққанын күтетін боламыз. Қайнағанын бақылап тұрыңыз, көбігі шыққан кезде алып тастаңыздар. Міндетті түрде 2-3 қайтара бетін тазалап алғанды жөн санаймын. Сонда сіздің сорпаңыз мөп-мөлдір тап-таза болып шығады. Енді үстіне ұсақтап туралған пиязымызды салып, ең баяу отта 30 минутқа қалдырамыз. Одан соң осындай помидорларды, яғни бүтіндей салсаңыздар болады, немесе осылай 4 бұрышты етіп турасаңыздар да болады, турап салсаңыздар да болады. Бетін жауып 30 минутқа қалдырамыз. Енді арада 30 минут өткеннен кейін жаңағы турап дайындап алған картобымызды, сәбізімізді салып, тағы да бетін жауып, 1,5-2 сағатқа, яғни пісіп қайнап шыққанын күтетін боламыз. Және де осы сорпамыз пісіп дайын боламын дегенше, біздер келесі кезекте лепешка, кішкентай лепешка жұмсақ нандарын жасайтын боламын. Жасалу жолын сіздерге қазір міндетті түрде көрсететін боламын. Ол үшін ең алдымен құрғақ ыдысымызға жылы сүтімізді және де жылы суымызды құйып алатын боламыз. Оның артынша құмшекерімізді саламыз және де ерітілген сармайымызды саламыз. Менде ерітілген сармай 72-де 5% сармай. Содан соң 1 ас қасық тұзымызды және де 1 ас қасық ашытқы, яғни дрожжымызды салып, жақсылап бір араластырып алатын боламыз. Содан соң аз-аз бөліктерге бөле отыра, електен өткізілген ұнымызды салып шығатын боламыз. Осылай қолымыздың көмегімен жұмсақ етіп қамырымызды илеп алатын боламыз. Енді илеп алған қамырымыздың бетін жауып, 1,5 немесе 2 сағатқа жылы жерге, яғни көтерілгенге дейін қалдыратын боламыз. Қамырымыздың тез көтеріліп жақсы болуы ол тікелей сіздің ашытқыңызға байланысты. Ашытқының мерзімі өтіп кетпегенін қадағалаңыздар. Көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз 2 сағаттай тұрып көтерілді. Енді көтерілген қамырымызды алып, осылай қолымызбен 1-2 басып, яғни сопақша етіп формаға келтіріп алатын боламыз. Және де дәл видеодағыдай көріп тұрғандарыңыздай кесіп шығасыздар, бірнеше бөліктерге бөліп, көз мөлшерімен немесе таразыға салып, өлшеп кесіп алсаңыздар да болады. Таразыға салатын болсаңыздар 120 немесе 100 граммнан бөліп өлшеп алсаңыздар болады. Ендігі кезекте қамырларымызды, яғни кесіп дайындап алғаннан кейін осылай дөңгелетіп шығатын боламыз. Дөңгелетіп алған нандарымызды енді формамызға салып аламыз осылай, және де бетін жауып 15 немесе 20 минутқа қалдыратын боламыз. Сонда тағы да кішкене көтерілетін болады қамырымыз, көріп тұрғандарыңыздай көтерілген қамырымыз. Енді нанның формасын келтіретін боламыз. Осылай саусақтың көмегімен қамырдың дәл ортасын басып, нанымыздың әдемі формасын шығарып алатын боламыз. Алдағы уақытта менің каналымнан бір жасағаннан шығатын осындай қарапайым кереметтер рецепттер шығарып отыратын боламын. Міндетті түрде жіберіп алмасы үшін менің арнама тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Енді нанымыздың формасын осылай шығарып алғаннан кейін бетін жауып тағы да 10 немесе 15 минутқа қалдыратын боламыз. Уақыт өткен соң бетін ашып, вилканың көмегімен жақсылай осылай басып шығатын боламыз.
Видеом сіздерге ұнап жатса, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіздер. Және де сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне жазып қалдырсаңыздар болады. Мен міндетті түрде жауап беретін боламын. Ал енді бір жұмыртқаның сарыуызына бір ас қасық сүтімізді құйып, араластырып, осы нанның бетіне жағып шығатын боламыз. Және де алдын ала осы уақыттан бастап, яғни пешімізді 190 градуста қыздырып дайындап қойсаңыздар болады. Және де менің арнама тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыз, тіркеліп қойды да ұмытпаңыздар. Қазақ каналдарының дамуына өз үлестеріңізді қоса жүріңіздер. Әсемдік үшін бетіне осылай күнжіт және де макты қолдансаңыздар болады. Егер екеуін де қаламасаңыздар, онда қоспасаңыздар да ешнәрсе етпейді. Нандарыңыз сондай жұмсақ, әдемі болып пісіп шығады. Көріп тұрғандарыңыздай, нандарымыз сап-сары, яғни алтын түстес болып, жұмсақ болып, әдемі болып пісіп шықты. Және де қайнап тұрған сорпамыз да пісіп шықты. Көріп тұрғандарыңыздай мөп-мөлдір болып. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сіздермен болған Гүлбану.